қоғамда тұрмыстық зорлық зомбылық көбейіп кетті. Көп еркек әйелдерін ұрады. Оған не себеп? Тіптен қайтыс болып жатыр әйелдер содан. Енді оған екеуінің бір-біріне деген түсініспеушіліктері шығар. Кезінде ұрдық қой. Қазір ұрмайсыз. Енді қазір жас келді, возраст келді ғой. Неге ұрдыңыз кезінде? Енді бір қателіктер болады да. Өкінесіз ба? Қандай қателіктер? Қазіргі ер адамдар көбіне осылай ішіп, көбіне ішімдікке салынып жатады ғой. Көшеде қарасақ та неше түрлі ағалар ер адамдар жатады мас болып. Мүмкін солардың кесірінен. Ол жерде әйел де кінәлі емес, ер азамат та кінәлі емес. Ол жерде қазіргі ақшаның жетіспеушілігі. Зависит от женщины тоже. У них тоже немножко есть тоже недостатки. Ол жөнінде айта алмаймын. Басқалар үшін жауап бере алмаймын, жоқ. Оны қайда өз басым теңдей көремін барлық адамды. Әйеліңізді ұрып көрмегенсіз ба? Жоқ, қол тигізбеймін. Ондай не жүргізілмейді ғой бізде. Потому что білмейді, заң жоқ, я айтпайды да оларға. Әркімнің өзіне байланысты деп ойлаймын. Соған апарат кейбір әйелдер. Күйеуіңіз ұрмаған ба? Жоқ, Құдай сақтасын. Ол адамға байланысты енді. Білмеймін, өз басым ұрған емеспін. Қазір ер адамдарда көбінесе қалай айтса болады. Ішімдікке, ойынға, сондайға отбасына көңіл аудармайды ғой. Ақшаның жетіспеушілігі, содан кейін мінез көрсетеді еркек. Себебі қазір жұмыссыздық, ақша жетіспеушілік, наверное, жастардың арасында. Бекерден бекер ондай болмайды ғой. Ол мүмкін жоқшылық шығар, бірақ жоқшылық десек айта алмаймыз, қазір барлық нәрсе бар. Қазір көп ер адамдар әлсіз. Ер адам бір-бірімен төбелесе алмай әлі келмегеннен амал жоқ, әйеліне тиіседі. Әйеліңізге мүлдем қол көтеріп көрмегенсіз ба? Әйеліме еш уақытта қол көтерген былай тұрсын, біз бір-бірімізден ұрыспаймыз. Баян Мақсатқызының жаңадан шыққан киносын көріп жатырмыз. Бұның бәрі кетеді деп ойлаймын. Біздің Қазақстан әйелдері бақытты болады. Всегда разные люди, разные характеры. Адамдардың қатыгездігі көбейіп тұрады. Қатыгездік. Оның себебі көп қой, өмір көрсетіп жатыр ғой. Иман жетіспейді. Ну, я думаю, что это просто кто слабый человек, он всегда ищет на ком показать свою силу.